сіздер келеді деп клиник шақырған жоқпын. Қымбат емес. Алматыдан базардан көтеріп келгем. Мөлдір Анарбаеваның гардеробы. Киімдер көп емес. Айлығым шайлығыма жетпейтін күндерім өте көп болған. Несін жасырам? Мен психологтар жанынан аламайын. Шын. Психологтардан көңілің алған ба? Ұнамайтын жерлерін тез жиі кетіп қалам. Мөлдір үйге тұрмайтын келін. Тамақ істемейтін келін. Дұрыс айттым ба мен? Сенде екі қыз ба? Үш жыл бір қыз ғой. Мөлдір. Желіде жұрттың шек-сілесін қатырып, қоғамдағы өзекті мәселелерді әзілмен астарлап жеткізіп жүргендер көп емес. Өйткені бұл жанрдың салмағы ауыр. Күлкі витамин демекші, халық әзіл шыны аралас әңгіме соғатын бұл блогерді қатты жақсы көреді. Шынайы мінез, ашық ой, ерекше образ ешкімді бей-жай қалдырмайды. Көп балалы ана, адал жар, қоғамдық істердің басы қасында жүретін бұл қызға ел сенеді. Армысыздар. Әсембике Айнұр Асанбердімен Әсембикеде қонақта блогер, журналист әрі кәсіпкер Мөлдір Анарбаева. Кеттік Мөлдірдің тыныс тіршілігімен, өмірімен танысайық. Сәлематсіздер. Сәлематсыз ба, Айнұр? Қош келдіңіз. Қош көрдім. Төрлетіңіз. Рахмет. Біздің үйге де келетін күніңіздің болған қалмайсыз ба? Тараздатып. Төрлетіңіз, жоғары шығыңыз. Мөлдір, енді Инстаграмда сен танымалсың. Бүкіл қазақ күліп, жаңағы ойланып, сондай посттарыңды оқып жүреді. Қап-қара кімге ұқсайтынын білмейміз. Келдік те топ еткізіп туып алдық қояма несен. Сендер ғой жүресіңдер ырғалып-жылғалып, айқайлап, ойбайлап. Атын не деп қоямыз дейді? Айлен дейді, қазақтың аты құрып қаппа, басқасын қойсаңдаршы тегі. Енді ютубтағы біздің көрермендерімізге өзіңізді қысқаша таныстырсаңыз. Қош келдіңіз. Мынау менің ас үйім жақсы көретін. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менің енем. Қош келдік. Әдемі Қыз. Саламатсыздар апай. Көп жаса бақытты. Рахмет. Кеп қалдық сіздерге қонаққа. Рахмет келгеніңізге. Қош көрдік. Ас үйіміздің ерекше дизайны осы ерекше деп көрсетіп қойыншы. Келген елдің бәрі маған таңғалады крышкаға. Иә, бәрі айтады ғой, осы жерден алып шебересіңдер ма деп. Бұл біраз жыр болды ғой Инстаграмда. Осыған батылын жетіп қалай алдың дейді ғой елдер маған. Ұнады, алдым деймін. Басқасын бәрі. Мөлдір өзгеше ойлайды, өзгеше басқа дүниелердің бәріне басқаша көзқараспен қарайды. Тіпті сөздері де, әзілі де енді әзілсіз, бірақ қалжыңмен ой тастайды. Тырысамыз. Поликлиника деген ойбай шетел болыпты ғой. Баяғыдағыдай очередь жоқ, жазылып үйтіп бүйтіп кіреді екенсің. Әй сұрай қалайын деп ана педиатр деген жоқ, ойшым общий врач болыпты. Сенің отбасың түгелге қарайтын бір врач болыпты ғой. Ойбай шетел болып баратырмыз. Жазып қойың керек екен, барғанда жаңағы уақытымен қабылдайды екен ғой. Енді тура менің уақытымда біреу отырса тура шашын жұлайын деп отырмын. Негізінен осы жерде көп уақыт өткіземіз. Иә, осы жерде посттардың барлығы осы жерде сөйлейді. Посттар осы жерде дүниеге келеді. Басқа бөлмеге барсам мен сөйлей алмаймын. Білмеймін, осы жерде ас үйде отырып сөйлеуге әбден машықталып қалғанмын. Пияз ғана тураймын, оны да білетін боларсыздар, иә. Ет тураған онша жұрттар қалай бермейді, ұната да бермейді. Баршылығымды көрсеткенді де қалаптырмайды көпшілік негізі. Сондықтан жуа әркім үйінде де табылады, сондықтан өзіме де ыңғайлы. Жуаны тұрап отырасың, әңгіме айтасың, қалай көзің ашмайды? Көзің ашмайды. Ол еще бірнеше дубль болуы да мүмкін ғой, демек бір турағанда бір 6 пияз. Көп турайтын сияқтысың, өйткені алдында былай үйіп жатады ғой. Сендер тек қана жуа жейсіңдер ма деп маған көбісі айтады ғой. Бір жолы сол жуа алайын деп тоқтағам ғой бір жерге, сесем бір жігіт айтады ғой маған: 2 кило не қыласыз, 2 әңгіме айтқанда бітіп қалады, 2 мүшек алып кетсеңізші. Бірден ба? Иә, бірден алып кетсеңізші дейді.
Керемет. Үйге 2 жыл бұрын кірдіңдер. 2 жыл бұрын кірдік, ендігі ескіріп те қалды. Міне байқадың ғой, мынандай жағдайларға ұшырады. Енді мұнда футбол ойнап жатады кешке шейін балалар. Балалар футбол ойнайды, асыр салып, доп ойнайды, баскетбол ойнайды. Енді осылар ойнасын деп соқтық қой. Сондықтан мен де жаңағындай шектеулер қоймаймын. Ой, құртасың, мынаны бүлдіресің, мына удай қымбат ет деген сияқты нәрсені мен мүлдем қаламаймын. Сондықтан мына иллюстрантты байқасаң мынаны қара, бәрін сынған. Түгел сындырып тастаған, мына ішінде бір талай жоқ. Анау байғұс вообще мүлдем жоқ деп айтуға болады. Сынады, құлайды, жинап барып тастаймын. Қашан ойнайды олар деп ойлаймын да енді. Иә, дұрыс. Уақыт өтіп жатыр, сол дүниені кеудеге жинағанша, солардың ойынынан тоссын, солардың жүргенінен тоссын. Сол үшін соқтық. Тамаша. Мұнда балалардың бөлмесі, ұлдардың. Бұл ұлдардың бөлмесі. Қанша ұл, қанша қыз? 2 ұл, 2 қыз. Дұрыс айттым ба мен? Сенде 2 қыз ба? 3 жыл бір қыз ғой. Бөлді. Менің біреу өтірік істеп деп ойлайтын шығар, бірақ мен балаларымның жаңағы нелерін қай жылғылар екенін шында да білмейтін кездерім болды. Білмей қаламын. Есіме уақыт бүйтіп түсіре қалайын десем түсіре алмаймын. Мынау балалардың бөлмесі. Ұлдардың. Иә, ұлдардың. Қазір олар ауылға кеткен, әкесіне көмектесуге. Бұл жақта менің Ерсұлтан деген балам отыр. Как она есть, шашыламыз, былғанады. Сіздер келеді деп клиник шақырған жоқпын. Онда бір жасанды өмірдің қажет жоқ деп ойлаймын. Бәрі құрыған, шашылады, жинап аламыз. Әйтеуір жаңағы шалынып жатқан жоқпыз. Шалынатын күндер де болады. Бұған бір арнайы бірдеңе істедік деп айтамаймын, кәдімгі бөлме. Өздерің ойларыңа тура келді жасадыңдар. Иә, өте әдемі. Мына жерде карта екен, иә? Иә, оны да бір осы жерге карта тұрсыншы, бірдеңе деген бір несі жоқ оның. Жалпы балаларға өте интеллектуалды түрде көмек. Иә. Қай жерде, қандай елде не бар деген сияқты. Тамаша ғой. Сол жағынан ғана ғой. Әйтпесе осындай Ерсұлтан менің құрбымның баласы, ништа оқитын жігіт, аяғы ауырып қалған. Содан мен интернаттан алып келіп, аяғын сынықшыға апарып жөндетіп, бүгін интернетқа барайын деп отыр. Тамаша. Тамаша. Сондай. Өзің көп айтасың, менің бар байлығым ол балаларым. Әрине. Балаларыммен мақтанамын. Дүние ол келеді кетеді. Бала менің өмірімнің осы қазіргі мәні деп. Ол балалардың тәрбиесіне неге мән бересің көбірек? Бір белгілі бір андай шарттар, шекаралар ондай бар деп айта алмаймын. Еркін, ешкім ала жібін аттама, өтірік айтпа, жаңағы жауапкершілік ең бастысы соған мән береміз. Бірақ енді олар өтірік айтпайды, жауапкершілікті соншалықты сезініп жатыр деп айта алмаймын. Бұзықтықта жасайды, жаңағы оқымайтын кездерде болады, ерінетін кезі болады, төбелесетін кезі болады. Оның барлығы мен үшін дұрыс дүние деп есептеймін. Өзім де үйде жаңағы алысып, төбелесіп, сөйтіп өскенбіз. Сондықтан оны мен дұрыс қабылдаймын, өзіміз дұрыс қабылдаймыз. Үлкенге көбірек жауапкершілік артып, кішісін еркелету бар ма үйде? Әрине. Тура қазақтардың есінде. Бір жаққа кетсек, анаған тиіспеңдер деп айқайлап ұрысып атамыз ғой. Тиіспеңдер, мейлі боқтай берсін, кейін адам болады деп қоятынымыз бар. Сен де сондай болғансың деп па? Иә. Сондай. Қазір балалардың да қол тимейтін заман болды ғой. Үлкеніміз бассейнге барады, домбыраға барады, дәстүрлі әнге қызығады, тартуға. Керемет сондай. Әнші, дауысы да. Болашақта көреміз. Жақсы. Талпынып жүр. 40 мың жылқы су ішсе лайланбас, ұясын аюлымен қарай көлі. Қызымыз нишқа түсіп алған, оны да біз қалаған жоқпыз. Қатты нагрузкалық білім болып кетті ғой балаларға обал. Бірақ ол өзінің қалауымен барып сойқатта оқиды. Одан кейінгілер кіші енді. Ойын балалары жүгіріп жүрген. Футболға барады, ағам барады. Сондай нендей бір балалардан бір жетістік шығып, бір ақыл айтатын жасқа келген жоқпыз. Мен бүйтемін, менің тәртібім бойынша деген әңгімелер болады ғой. Ондай жоқ. Оны жаңа ақылы асып, тасып, балаларына нәтиже көрген адам айту керек деп есептеймін. Және сондай аналарды көп тыңдаймын.
жиі жаңағы балаларының нәтижесіне жеткен ақыл айтуға лайықты адамдар болады өзі. Мен әшейін өзінің баласынан нәтиже көрмеген адамның бос сылдыр ақылын тыңдай алмаймын. Ондай бізде абыз аналар бар. Мынау біздің бөлмеміз. Иә, кішкене ескіргені болмаса. Мына пердені де мен есімде Инстаграмда әбден оқырмандар деген. Не үшін сары? Ол жаңағы балалардың бөлмесіне арналады ғой деп айтады. Енді өзіме ұнады болды. Неге сары енді? Мен де сол сұрақты қоямын. Білмеймін. Бір дизайнский, бір жақтан көрдім деген нәрсе емес. Ұнады, алдым. Мынаған сәйкес келсін дедім да. Мынау ұнаған басында, соң кейін барып, мынау ұнады сен өзім. Бір-біріне түс бойынша сәйкес. Өзінше дизайнерім әлгі жерде. Қымбат емес. Алматыдан базардан көтеріп келгем. Артық нәрсені қаламадық ішінде. Мен өзім әйел ретінде мына жерде бар ғой. Менің айнам да жоқ қой мына. Алдына қойып қойды парфюм, бір бәле, бірдеңе. Менде ондай да жоқ. Негізі ой бар. Әтір сеппейсің ба? Әтір бірдеңенің бәрі анау неде тұр, ваннада тұр, сол жақтан әйтір пит шығамыз ғой. Сол дұрыс емес, бірақ болу керек. Негізі үйді соққаннан кейін бәрін біратала алмаса, ол бәрі қала береді екен. Төбесінде гардероб болу керек еді, басқа болу керек еді, шкаф болу керек еді, оның барлығы қалды сол алдында. Мынау гардероб. Мынау гардероб. Мөлдір Анарбаеваның гардеробы. Иә, кәдімгі гардероб. Тамаша. Өзің артық киімді жақсы көрмейтін сияқтысың, өйткені киімдер көп емес. Киім құмар емеспін. Бірдеңені ұнатып алам, ол екінші күйге жарамсыз болып жатады, сондықтан стилиспен сендер сияқты жұмыс жасау керек негізі. Иә, артық киім жоқ, керекті нәрсем бар. Болды. Ұнағанды киімді кете беремін. Бірақ өте көп дүкенде жарнама жасайсың. Иә, көп шақырады, көп береді. Өте көп. Осы Тараздағы дүкендердің көбі сені шақырады, жарнама. Иә, жиі шақырады. Ол жерден көйлек аласың ба? Алып кетемін. Мен негізі кішкене дараңбай, дараққы дейма, ондай не деп айтуға болатынын білмеймін. Ол жақсы ма, жаман ба, оны да білмеймін. Неге кәсіпкерден кәсіпкерге көмектесуі? Иә, ол сөздемде мен Мөлдір әпке деп көп сұрайтын шығар. Иә, көп шақырады. Ұнағаныңыз киіп кетіңіз деген сияқты нәрсе болады. Бірақ мен ол ұнағаным өзімнен бұрын өзгелерге бергенді қалап тұрмын. Барған моменттен уже ол киімді кім алатынын ойша ойлап тұрмын. Мынаны менің жеңгем кисе, мынаны мен абысыма болса, мынаны мен енеме болса, мына шешеме алған дұрыс екен, сіңіліме деген сияқты. Сөйтіп соларға айтамын, бар да алып кет, қалағаныңды деп. Тамаша. Ескерсе кетейік, қазірде Мөлдір өте көп мынандай танымал Инстаграмда және блогын оқырмандарымыз, қыздарымыз сүйіп оқығандықтан, мынау қазірде қажетті мынандай блогердің бірі көптеген кәсіпкерлер Мөлдірге жарнама бергісі келеді. Сонымен жарнама жағынан нені жарнамаламайсың, нені жарнамалайсың? Мен психологтарды жарнамаламаймын. Неге десең? Шын. Психологтардан көңілің алған ба? Көңілім қалмаған. Мен біреуді бір жаққа сүйрелеуге ешкімнің ешқандай құқысы жоқ деп есептеймін. Қазіргі таңдағы психологтарға да психолог керек. Олар коучтар дейді. Иә, коучты, психологты жарнамаламаймын. Негізінен психотерапевттер, психологтар олар жеке адаммен жұмыс істейді. Коучтар мынау мен оларды да тыңдаймын ғой, көремін. Жаңағы жерде жатқан сүйегі кепкен ата-бабаң түрту. Өзім жеке адам ретінде қарсымын. Тиісудің қажеті жоқ. Құран бағыштау, ең тиімдісі. Иә, Құран бағыштап қана ғой. Оған өкпең зарыңды айту, жаңа анаңа деген өкпең бар екен, оны шығару, бір нәрселердің бәрін түртпектеуге қарсымын. Өз басым. Біреулер дұрыс санаса санай берсін. Жаңағы жөндеп аламыз деп білдіріп алып жатқандар да бар. Мен енді кереметпін, мен осындаймын деп әйелдердің самооценка көтеру деген шықты ғой қазір. Сен де бүйте аласың, ұнамаса бүйтпе, ұнамаса сөйтпе дегендерге де қарсымын. Сондай көптеген қарсылық әрекеттерді байқадым да психолог коучтардың тарапынан. Маған ұнамайтын. Сондықтан жарнамаламаймын деп шештім. Тағы не, мына жақ қыздың бөлмесі, енді ол да қарапайым.
әдемінің бөлмесін көрсетейік. Әдемі ништа оқиды. Бәріміз бірігіп, мөлдірмен бірге жылап, әдемі оқуға түскенде бір қуанып қапты. бір қуанып бір жыладық. Өте әдемі. Мен бір кезде әңкілдеп мықты болып осы үйдің бәрін керемет қылып жіберетін неге түсем жаңағы. Содан ол басылады. Сонымен осылай қалады. Неге? Өте жақсы. Өзіне жарасымды, мінезі де сондай салмақты әдемінің. Жиі де болмайды. Азанда кетеді, кешке таман келеді. Негізінен қарап тұрсаң, сен өзің ақ көңіл, ашық, мінезің сондай енді адамды баурап алады. Бірақ әдеміге қарасам, өте сабырлы. Сабырлы ол. Жолдасың сабырлы ма? Ол сабырлы, иә. Бірақ ол да қалжыңдасады енді, өте қатты. Бірақ былай жалпылама алғанда өте сабырлы. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar istersen Мына жақтың осылай өзіміз мына жаққа отыра берсін, кейін құдағилар шашылса ана жаққа отырсын. Осылай ашқанбыз ортасын салғып мына жақта. Иә, өте жақсы. Бірақ Ыңғайлы екен, иә? жақсы деп айта алмаймын. Неге? Енді мына жақта у-шу болып жатса есік жауып қойған жақсы екен. Мына жерде жауып тастау Жауып керек. тастайсың, ана жақта бөлек отыра берген, жапқан дұрыс екен негізі. Маған бір кісілер айтқан, әй жап осыған өкінесің деп, сонда да бой бермей қойған едім. Сол дұрыс емес екен. Содан кейін біздің қазақта не табақтай столды қойып қоямыз. Осы жер міне алды, орын алып тұр бір бөлменің. Ешкім ұйықтай алмайды, ешкім жата алмайды. Бірақ бізге керек ертең құда келеді, ел келеді, соғылмасы деген сияқты. Негізінен енді бәрібір дайын тұрғаны жақсы сияқты. Келген кезде адамдар қоя саласың. Қоя салғанға. Біздің үйде де тұр бір ұзыны. Бір стол. Иә. Бірақ бір жақсы жері, мысалы 5-6 адам келген кезде, біздің жаңағы асханамызға сыймаған кезде бір жақ қоя саласың да. Иә. Өйткені үлкен кісілер бар кезде сен де енеңмен тұрасың ғой. Қажет сияқты деп ойлаймын енді. Қазаққа бір керек дүние бұл енді. Гүл өсіруді ұнатамын, бірақ қарық қылмаймын, өлтіріп алам. Жақсы көрем, бірақ жақсы көру ол бөлек, оны баптап ұстау ол бөлек әңгіме. Өткенде мен Алматыда жүргенде мынаны өлтіріп алдық, өлейін деп тұр байқыз. Ол өзінің өсіре алатын адамдар болады ғой, гүлдің. Кейбір гүлдер мысалы жаңағы өспейді, өйткені үйде мынандай береке жоқ, анау дейді. Ондайға сенесің ба? Жоқ, сенбеймін. Мүлдем сенбеймін. Мысалы, китайский розаны үйде мүлдем ұстамайды деп сөйтіп айтады. Мен о заманнан кішке осы жұмыста өсірген китайский розам бар, менімен бірге келе жатыр. Оның ешқандай да несі жоқ деп ойлаймын. Үйде ұстауға болмайды, ана гүл бірдеңе, жердеңе деген қабылдай алмаймын. Ерекше көзге түсінетін дүние. Қауырсын. Осы жерге бірдеңе жасағымыз келді да, көп ойландық, толғандық. Сонымен жолдасым есіне келді, сен де журналистсің, мен де журналистпін. Қауырсын, мен баяғыда хат жазған, қалам, сондықтан осыны біз қалдырайық үйге. Екеуміздің атымыздан мамандығымызға деген құрметпен деп осыны қалдырдық. Бұны бір суретші жігіт кеп жасады. Еркіндіктің белгісі, қалықтап ұшудың белгісі, сұлулықтың белгісі. Және журналистиканың белгісі деп өзімше топшылаймыз. Күшті. Сонымен дүние жинамаймын, дос жинаймын дегенсің. Достарың көп па? Дос араласатын адамдар өте көп бола береді ғой, көп. Оның ішінде жаныңа жақын адамдар болады. Бұрыннан осы пәтерден пәтерге жүргеннен қасымызда жүрген достарымыз бар, отбасылық. Олар біреу қалада тұрады, біреу ауылда тұрады. Солармен әлі тайтайласып жаңағы. Олармен маған қызықты. Оларда жүрек бар, рухани ерекше бір әлем бар, бай емес. Олар енді өздеріне жеткілікті өмірлері бар. Бірақ мен басқа бір әлемге де түсе аламын да, өңге бір элитаның ішінде де жүре алатын кездер болады. Орта тап дейсіз, кіші тап дейсіз. Маған олармен ыңғайлы. Содан көп айтады, жаңағы саған не үшін ыңғайлы ондай орта? Бай болған кезде баймен аралас деген сияқты көп айтатындар шықты ғой. Егер 4 досың миллионер болса, сен 5-шісің деп айтады. Болғың кезде сонымен аралас. Келіспеймін, мүлдем келіспеймін. Неге біз сонымен ғана байлық қоюымыз керек? Ол қандай эгоизм. Әшейін сөйлесуге болатын шығар, бай болсын, кедей болсын. Маған өзіме ыңғайлы жерлер ғана қатты ұнайды. Өзіме ұнайтын жерлерде болған ұнайды. Ұнамайтын жерлерден тез кетіп қаламын.
Мөлдірмен әңгімелескен өте қызық. Мөлдір, енді сен бұған дейін журналист болдың. Дәл қазіргі уақытта ол салада анда-санда енді шығып жүрсің, бірақ дегенмен толыққанды осы блогерлік, кәсіпкерлік жаққа кеттің. Бұрынғы Мөлдір мен қазіргі Мөлдірдің айырмашылығы бар ма? Енді қазір Мөлдір шын айтқанда кез келген жерде сыйлы, бәрі таниды. Бұл сені өзгертті ма? Өзгертеді ғой. Өзгертеді. Танымал болудың өзінің пайдалы да зияны да бар ғой. Пайдасы әрине белгілі. Әркім танып, қуанып, сен суретке түсіп жатса кімге ұнамайды? Ұнайды әрине. Ал бірақ кейде шаршаңқы кезің болады. Кейде бір өзіңмен өзің жүре бергің келетін кезі болады. Сондай сәттерде де барлық адамға өзіңнің неңді жеткізе алмай қаласың. Күш қуатыңды. Олар мені мен де былай жүрем ғой кейде енді кетіп баратам. Шаршайсың. Иә, сол кезде өмірде ондай емес екен, күліп жүрмейді екен деген сияқты нәрсе айтады. Мені олар бүйтіп күтеді ғой, жаңағы мені ха деп келе жатқан Мөлдірмін да. Қалайсыңдар деп жалмаңдап Инстаграмдағы образ. Иә. Достарың сен өзгеріп кеттің, өзіңше болып кеттің деген сияқты айтпай ма? Мысалы мен өзім көп естідім. Мен естимін. Мен ондай өзгермеген сияқтымын да өзіме. Өзіңізге білмейді. Бірақ сондай нәрсені естимін жиі. Мысалы бір той-томалаққа бірдеңеге барғанда барлық келіншектер әшейін келіп отыра қалған болса, мен де солармен бірге барып отыра қалған болсам, ана столда тағы таныстарымыз отырады ғой, ол отырған келіншектерге ештеңе айтылмайды. Маған басқа көзбен қарап отырады да, не келіп амандаса ма, амандаспай ма. Мен де олармен бірдеймін ғой, былай келгенде отыра салатын құқым бар ғой. Отырды ғой бәрі. Бірақ маған сондай сынмен қарайды. Егер мен барып олардан бөлініп барып амандасып қайтпасам, бұның көкірегіне нам пісе бастаған екен, адам бола бастаған екен. Все-таки өзгерген ол деген әңгімеге қаламын жиі. Сондықтан бәрінің көңілін табуға тырысып, артынан сөз ілестірмеге тырысып, жалпаңдап жүгіріп те кететін кездерім бар. Мен басқа бір әлемге тап болғандаймын негізінде. Айлығыма жетпейтін күндерім өте көп болған, несін жасырам. Иә? Бір көйлекті алып, оны бір 10 мыңдап құтылып, бір Турецкий магазинге барып. Сондай күндер болды ғой. Бірақ сол кездерде мен әр нәрсенің қадірін білген екенмін деп ойлаймын. Шынымды айтып отырмын. Ол бір бақыт екен деп ойлаймын. Жаңа көйлектің жылтыр көйлекті алып, ана тойға киіп барғаның, ол да бір ерекше өзіңнің сол кездегі деңгейдегі санаңдағы бір бақыт. Енді қазір тойба, шүкір, көйлек кию деген бір не болмай қалды ғой енді. Дүкендер жарнамаға шақырады, сыйлайды. Ол оншалықты бір қуанатын дүниеге айналмай қалды. Мүмкін ол біздің рухани өсуімізге де өзінің септігін тигізетін шығар, Жасымызда келген шығар. Бұрынғыдай қуана алмайтын шығармыз. Мүмкін. Не қуантады Мөлдірді? Соңғы кезде мен соны өзімде жиі ойлап жүрмін. Не қуантады деп. Өткенде кредитке көлік ағам қатты қуанатын шығар, ол мені сондай қуантқан жоқ, сонда тәубем жоқ па деп Құдайдан кешірім сұрадым. Неге мен бүйтемін дегендей. Ол бір қажеттілік қана болып келе жатыр да. Өзгеге көп қуанатын болған сияқтысың, Иә, өзгелер үшін көп қуанам. Өзгелердің бақытты болғаны үшін, өзгенің жетістікке жеткені. Өзімнен бұрын сол өзгелердің жаңағындай жетістігі, күткен нәрсесінің болғаны мен көп қуантып қояды. Өзі ол дұрыс па, дұрыс емес па кейде білмей көп ойланам. Мен ол жақыным болмаса да, жай ғана алыстағы адамның қуанышы, өзінің жеткен жетістігі, сондайды есту арқылы мен шынымен қуанып, соған қосылып жылап, сол күнім шаттыққа толы болып, сондай оны білмеймін енді, ол қаншалық дұрыс емес екен. Мен мысалы қазір шетелге барасың, тегін апарам десе, ол мені қуанышқа бөле алмайды. Неге екенін білмеймін, ол дұрыс па, дұрыс емес па да түсінбеймін. Осы пікір талас жағы бізде өте қиын сияқты. Мысалы сен өзіңнің ойыңды білдірсең, жеп қояйын дейді. Негізі әр адам біз өз көзқарасымызды білдіреміз. Қоғамдық талқылау деген мәдениетті түрде жүрсе дейсің. Бірақ бізде өте
мәдениетсіздікке қатты кетіп қалатын сияқтымыз. Иә. Осындай кезде мысалы өзіңді қалай жинақтап аласың? Кейде жазасың ғой, мына әйелдермен айтысқанша өле қалған жақсы деп. Сөйтіп жеген өзімді. Жалпы негізі 80% бар. Білем ғой. Айтамай отырғандар көп, ой, тек дұрыс қылдың ғой дейтіндер де бар. Қолдамайтын тарапта болуы заңдылық қой енді. Ол бар. Оларды да түсінуге болады. Менің түсінігімдегі жаңағы сауап ол қоғамыңа зиян келтірмеу, аманат еткен ұл қыздарыңнан адам шығару. Табиғатты ластамау, жан жануарларға зиян келтірмеу. Мынау өзіңе берілген жүктерді дұрыстап алып жүріп ешкімге зиян тигізбеу. Менің түсінігімдегі сауап осы. Соны ғана түсіндіргім келеді, бірақ менде көп жаңағындай талқы өте көп, реніш те болады. Кейде бітем құрсыншы, білген боқтарын жесін осылар болды. Деймін да, қайттан шыдамай кетем да. Мен тағы да айтқым келеді осыны пайдаланып. Ешкімді еш қайқа сүйрейтін құқысы жоқ. Тіпті менде сізді бір жаққа сүйрелегімге құқым жоқ. Мен өзімнің түсінік пайымымды сізге тықпаламаймын, құқым жоқ. Өзгенің де сізді бір жаққа сүйрелеуге құқысы жоқ. Осыны түсіну керек. Яғни өзегіңді, болмысыңды сақтап қалу, иә? Иә, жоғалтпа. Енді Мөлдір, Руслан қалай қарайды сенің осы блогерлік жұмысыңа, сенің образыңа да? Сен мысалы байқай, Инстаграмда енді пияз турап отырып, өте сондай жоғарғы диапазонды айғайлап сөйлейсің. А үйде өте шын айтқан кезде биязы келіншексің. Танымай қалмай ма кейде? Бұл журналистикада оқыдық қой енді біз бәріміз. Облыс телевидениеде жұмыс жасағанмын. Түрлі жаңағындай образдар сомдап, кино түсірдік, не қылдық. Русланмен бірге жұмыс жасаған ғой. Ол менен жаңағы шошып қарамайды ештеңкеге. Ол дұрыс қарайды. Менің шын қандай екенімді біледі. Ол жаңағы өзіңе назар аударудың бір тәсілі ғой. Былай келгенде. Ондай аналарда, ондай әйелдерде бар ғой өмірде арсалаңдап қалған. Олар бола да береді ғой. Сол образ бойынша менікі де үйде отырған, ашық, арсалаңдаған қазақ әйелі ретінде өзі ойын сөйтіп айтатылдың, майысып отырып айтсаң ешкімге өтпейді. Сәл айқайлап, жаңағы эмоция қосқанда біз бір түрлі адамдарды жақсы көреміз ғой негізі. Өзгеше адамдар. Ешқашан талқылап айтпайды, бірақ оған да қиын болды. Анау жынды болып қалған ба, нағып үйтіп отыр деген сияқты пікірлер оған айтылды. Әй, мен сендерге еркектің жұмысын барып атқара беріңдер деп отқан жоқпын. Ол замандағы аналардың бойында қайсарлық, өжеттік, адамдық, рухты айтам, батырлықты айтып отырмын. Қазір көп қатындар ақша таптым өзін аяйды. Мен ақша тауып атырмын, мен бәріне лайықпын деп құлайды. Инстаграмда ашып қалсаң, ақыл айтатын қатындар қарақтайша қаптап кеткен. Ойбай, енді ақылды айтқанда, діннен әкел төбіңнен төндірген кезде басында иланып, ойбай дейтіміз. Қазір уже бар ғой, шыны керек тоқтатпасаңыздар, жеркенішті болып кеттіңіздер. Рас. Күйеуің сенің жәннатың деп бастайды жаңағы. Көрдіңіз ба? Сөзсіз оларға жәннаттың есігі ашық келген деп. Мақыра, Құдайдан қалай қорықпайды, Бірақ ол басында осы бір рет түсірілген кезде қатты таралып, бір күнде 40 000 адам қосылған кезде, сен өзің қайға бара жатқанын білесің ғой деді. Мен білем дедім. Саған қалай болады дедім да. Мен де білем, талай нәрсе айтылады ғой деді. Сен өзің дайын болсаң, мен дайынмын деді ғой. Кәсіби деңгейде сөйтіп сөйлестік. Сонымен ол маған, мынау маған бүйтіп айтып жатыр, анау маған қатының не отыр деп айтты деп келген емес әлі күнге дейін. Жауап жүрген ғой. Жан сәулем, жұлдызым, сөнбесін, жалғанда дейді. Өмірде өтшеді отырған қиын екен ғой ма? Шынын айтшы. Мынау да именинін ғой. Бірақ оған айтады, ана қатының аузын жапсайшы, немене отсын сені деген сияқты нәрселер айтылады. Ол күлетті қояды, ештеңеге мән бермейді. Мықты азамат, өте керемет. Ал сенің өзіңе ұнай ма образың? Кейде ұнайды, кейде ұнамайды. Мені елдер ойлайды ғой, жаңағы қалаған кезінде барады, сөйлей салады, кете қалады деп. Ете алмаймын.
тақырыптар келеді, жайлап блокнотыма жазып қоямын, ішінен оны жаңағы қортамын. Мен өзім айтатын бір күні өзім арқам қозады да айтқым келетін кез болады. Сол кезде ғана кіремін де тарсылатып видео түсіремін. Өзіңді өзің түсіресің бе? Өзімді өзім түсіремін. Камерадан қорықпаймын, телевидениеде жұмыс жасағым. Соңғы кездері көп болып түсірмей жүрмін, түсіріп жатқан жоқпын. Сарқыласың, тақырыпта жоқ болады. Айтатын көңіл күйде керек болады. Шаршаңқы болмауың керек, ол да творчество деп өзім есептеймін. Бірақ мен енді өзімді көргенде кейде жалығып кетемін. Бәрі қарап отырсаң мен ғой саңқылдап жатқан. Басқаша бұру керек па деп те ойланамын. Соңғы кездері жаңағы сахналық, сатиралық жаңағы монолог оқуға шықсам ба деген ойым бар. Сол ойларыммен мен деген айқасып жүрмін. Даму, өсу процесіндесің. Керемет, сәттілік тілеймін Мөлдір. Енді сенімен көп дүниені қозғауға болады. Бірақ жеке басқа бір келсек, байқаймын, сен анаңнан жырақтасың. Көп ана деп айтпаймын, кемпірдің қызы болдым дейсің. Анаңның тарапынан саған реніш болмай ма? Анама да осы менің негізгі бүткіл болмысын менің өзім анам ғой. Менің анам дәл мен сияқты адам, сартылдап қалған, ашық жарқын, өмір сүйетін, өзінің әлемі бар, жаңағы огороды бар, гүлі бар өсіретін, баратын қонағы бар, сол әлемнен өзі рахаттанатын сондай бір адам. Менен бір жылу күтіп, бүйтіп сарғып отқанда адам емес. Өз әлемінде өзін бір менікі керісінше менікі қызық емес оған. Не істеп жүрсің Мөлдір? Сондай өздерінше мен негізі таршылық көріп өскен қыз емеспін. Бірақ тіршілікке малынып өскен адаммын. Шешеміз жаңағы барлық тіршілікке малып, жұмысап өсірген адам. Сонда мен 6-7 классында 12 ер азаматқа әкемнің шаруашылығында повар болғанмын. Нам пісіру бәрі өткен неден. Шешеміздің арқасы ғой. Жалпы шешем маған ренжиді деп ойламын. Кемпірдің де кеткенде қай заман. Кемпірдің қызым деп қоямыз дегенмен шешесін әркім тауып алады екен. Айналып келгенде өзің анаңды тауып аласың. Енді сен үлкен енеңмен тұрдың, қазір де енеңмен тұрасың. Қарым-қатынас қалай? Мен ұрыс керісті жек көремін, ұнатпаймын. Мен біреу мынандай ұрыс қақ ретінде көреді ғой, мен бір жалмақай ана образым. Бірақ мен өзім жолдасыммен де осы уақытқа дейін ұрыс көрген адам емеспін. Біреу сенбейтін шығар, бірақ мен жүзім ашық, ол да көреді ғой ертең. Мен өмірімде оған жаңағындай не деп тұрсың, сен не үшін бүйттің маған өйтіп сөйлеме деген сияқты ше. Енемен тұрмақ, жолдасымен ұрысқан жоқсың дейсің ғой. Өмірімде ұрыс көрген емеспін. Егер адам өзінің сана биігін жоғарылатқысы келетін болса, мына нәрседен құтылу керек қой. Мен бүйтіп айттым, сосын бүйтіп айттым, кірген кезде дедім, сосын бар маған дегенде мен дедім, бардым да ойландым, дедім, кірген кезде дедім деген нәрселер бар ғой. Тікке тұрмайтын. Сол деңгейден өтіп кеткен адам ғана биік ойлай алады. Мен де сол деңгейлерден өткім келетін адамдардың бірімін. Соның жолында жүрмін. Енді онымен ренжіс көрмеген, енді мен енемен ұрысып өзім ақылды болғым келіп жүрсе, өзім ақылдымын, өзім сондай рөлдемін, өзім сондайларды ұнатпаймын, жек көремін. Енді өзім сондай болсам, ол мен өзімнің бетіме қарай, біреу емес, өзіме өзім қарай алмайтын едім. Ол кісі де маған енді килігіп, не істеп жатсың, не қойып жатсың, қайға бардың, не қылдың демейді. Тамаша. Енді онда Мөлдірдің тамағын ішейік, және енесінен сұрайық, Мөлдір қандай келін? Мөлдір үйде тұрмайтын келін, тамақ істемейтін келін. Мен шын айтамын, осы енемізбен тұрғалы бері ас үйдегі тамақтар тек қана жеу үшін ғана кіремін. Қолым тимей шапқылап жүремін, кейде не істерін білмей қаламын. Мен кірем да, мен осы үйдің адамы едім. Мұның бәрі сенің осындай табысты болуыңа енеңнің көмегінің арқасы. Бар, қалма, қатыс, хабарға жүргізуге бар, неге бармайсың? Еркектер айта береді, сенің уақытың өтіп кетеді, ертең 40-тан кейін сені ешкім шақырмайды. Баруың керек, үйтуің керек деп қолдап отыр. Міне, әйелді әйел осылай түсінеді. Қолдайды, еркекке қарасаң отыра бересің дейді. Өтіріктен бір шайнекті ұстап, бет бірдеңе оны қайтарып фук жоқ болып кетіп. Жатсың маған Мөлдір. Бұл жеріміз енді ұқсайды екен. Мен де тура сондаймын. Квартирант деген атым бар. Онда шай ішейік.
кім дайындады деп бастаймын ба? Иә. Мен оны айтқан жоқ. Мама дайындайды бізді үйде дастарханның барлығын. Кухняны өзі әләзір әлім қуатым бар кезде өзім дайындаймын дейді. Мен енді мама келгелі жалқау келінмін негізі. Кіріп шығып ішіп жеп алатын. Онда сұрайық, қандай келін біздің мөлдір? Өзіңіз айтып өтіңіз. Енді негізі ана шынды айта беріңіз. мақтасаң да көзі тиіп кетеді ғой негізінде. Жамандасаң қалай жамандайсың балаң ғой енді ол. Ол жамандайтын несі деген ештеңе жоқ. Бәрі енді негізі ауызбіршілікке байланысты ғой. Сіз біз деспей мынаны сен жасау керек екен деп мен қарап отырмаймын ғой енді бәрін үшін балаларым үшін істеймін. Шамам келіп отырған кезде күшім келіп отырған нәрсе. Менің де бір кезде күшім келмейді, ол кезде ол жасау керек болады ғой бәрібір. Иә. Сосын енді жұмыстары бар, не болғасын енді мен оған бола анау қазір сол кезде жұмыстан келеді, қай уақытта тамақ жасап болады деп ана қалған балалардың бәрі аш отырмайды ғой енді. Бәрін қолымнан келгенше жасаймын. Бірде ол жасайды, бірде мен жасаймын әйтеуір. Келгендерді әкеп беріп жатады, сосын енді жасамай не істейсің енді оны. Қайта ананы мынаны әкел деп айтып қоямын, мынаны кетіпсің ғой қарағым. Мама өзі таңдап алған жақсы көреді бәрін қанттай қылып. Мен барамын да жаңағы тас еркектер сияқты салып аламын да. Шірігін әкіп келемін, срок өткенді әкелемін, онша емесін әкелемін. Сол кезде маған ашуланады. Не үшін бүйттің деп. Балам ғой енді бәрі. Балаңның жар болғасын, балаңны дай жақсы көресің. Енді мен тегі даже былайынша балаларға ұрысып не қылмаймын, мен өз балаларыма да ұрысқан емеспін. Онан кейін келінге қалай ұрысам мен енді балама ұрыспағаным ол нәрсе бірде ұят болар еді. Я балаларымды ұрған емеспін. Сондықтан келінге ұрысып не деп айта алмаймын. Даже оны жұрттың önce келін не деп те айта алмаймын, мен ұяламын мен оған. Баламды қалай дейсің? Иә, елдің қызы, халықтың қызы. Үлкен рахмет мамамызға. Ауызбіршілігіміз секілді бәрі сондайға байланысты үйдегі. Меніңше барлық жақсылық ынтымақта келеді, берекеге келеді. Мынау сенің жұмысың, мынау менің жұмысым, мынаны сен жасауың керексің деп бүйте отырсаң да ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Ол сенің жұмысы ғой, бәрімізге бірдей ортақ нәрсе. Мен тірліктеріме де араласпайды. Не істеп жатсың, не қойып жатсың, қаяқтасың деп ештеңкеме араласпайды. Мен негізі көп шауып, сыртта көп жүремін. Далада көп жүретін болып кеттім. Әйтпесе істеу керек болса істейсің ғой, енді амал жоқ. Бүгін сен істейтін күнің келсе қалған кезде өзі істейді бәрін тарсылдап. Мен жоқ кезде көріп жатамын ғой. Еркелеп қаласың ба? Анан істеп, анан сындырып, мама бір жаққа барып келгенше бәрін капут қылып қоямын. Мынау нақта тұр, мынау қайқа кеткен дейді, білмеймін деп құтыламын. Кез келген жақсылық ол ынтымаққа келеді дейді. Сізге рахмет, мөлдіріміз осылай. Еркелетіп жүре беріңіз дейміз. Шай ішесіз, Алматыдан. Алматының дәмі. Рахмет. Мөлдір саған да. Мөлдірдің арқасында сендер мөлдір болмасын маған ешкім бермейді ғой. Рахмет. Мынау біздің мөлдірге. Білесің екенін. Шампунь? Иә. Бітейін деп қалған жерші, анадан көрсетемін саған. Тура сол кезде алып келдім ғой. Үлкен рахмет. Қызым екеуміз пайдаланамыз да. Жаңағы аналарға, еркектерге жумаңдар. Сонда да жуып қояды деймін. Үлкен рахмет. Ісің берекелі болсын. Бізге қатты ұнайды. Саған да мен сәттілік тілеймін. Осы отбасыңнан осындай ынтымақ кетпесін. Әрдайым берекелеріңіз арта берсін. Ал мен айтқаным келсін. Таразда осындай бір үй бар деп келіп тұр. Есігіміз әрқашан айқара ашық. Қонақ келген жақсы көреміз. Қонақ үзілген емес. Саған да үлкен рахмет Айнұр. Мен білетін қазақтың өте бір мықты, қайсар, білімді, көзі ашық қызсың. Рахмет. Аман жүрсін. Рахмет. Рахмет сіздерге. Иә. Ал құрметті біздің Әсембикенің көрермендері, бәріңізге алғыс. Егер бағдарлама ұнаса, лайк басып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ сіздерге де сыйлықтарымыз бар, комментарий арасынан таңдап аламыз. Жазыңыздар, көріңіздер және келесіде қандай кейіпкерді Әсембикеде көргілеріңіз келеді. Жаза кетіңіздер. Рахмет сіздерге.